Ассалаумағалейкум қазақ елі, кеш жарық. Мен Каракөш Барстан қажы, халық және рухани медицина профессорымын, көріпкерімін, ал психобиоэнергия терапевтпін. Ал былтырғы передачаға қайтып келейік, ауа райы жайлы. Бүгінгі не болып жатқанын, ертең не болатынын соны айтайық. Ал бүгінше болып жатқаны былай. Су деген мына мұздың үстіндегі жері тоңы түскен жоқ. Ал мұздың үстіндегі су деген, сол деген қазір көтеріліп жатқан қар еріп, соның суы қазір. Ертең мына 25-27-сінен бастап, мына Кочетав, Петропавл, Астана, сол жақтың бәрі деген қоймастан бір жұмадан жаңбыр деген жауады. 3 күн, 4 күн, обязательно 6-7 күннен бәрі құяды жаңбыр. Солай қоймастан сөйтеді. Сосын күн жылығаннан кейін жер тоңын еткесін бәрі деген мұз еріп, қайтадан су кетеді. Мына су қазір бәрін, жолдың бәрін қиратып жатыр, тасталқан шығарып. Мосттарды алып кетіп жатыр, сосын мына столбаларды алып кетіп жатыр, ертең бәрін де алып кетеді. Екінші келгенде. Бүгін биыл 3 су емес, 4 су болады. Ал май мен июньде сонда мына нағыз Россиядан келатқан су келеді. Соның суында бер жағына қабылдаймыз. Қазір мына артар жақ ешқандай дайындық жоқ. Былтыр чиновниктер ойлады, биылмен болады ғой деп, құлап, өздерінің жұмыстарын жасап алды да, бірақ ол деген даже мына десятка столбаларын, простой столбаларды да, жолды да дұрыстап жөндеген жоқ, тек күрекпен өтіп шықты да болды. Ешқандай ештемені жасаған жоқ. Биыл көресің, нағыз неткенде әлі кетеді, алмағандар солар кіріседі. Мына бастыққа ауысады да, басқаға береді, енді басқасы өзінің жұмысын жасайды ғой. Бірақ келесі жыл мынадан да жаман болады сол. Мен айттым, 3 жылдыкім прогнозын бердім былтыр. Январдың 15-іне мен айттым, жер сілкінісі болады деп. Айттым ба? Айттым. 20-сына айттым ғой, мына жер сілкініс деген, биыл деген мына қазір мында болатса Алматыда, ал 15-іне таңертең сағат 5-те ол деген Ташкентте болады. Нағыз таңертең сағат 5-те Ташкентте болды. Сосын январда қайтадан, февральда қайта болды. Мартта қайта болды. Соның бәрін айтқаным бәрі деген, сейсма институттар деген дұрыс мені қабылдаған жоқ, тыңдаған жоқ. Өзінің схемасын жасады ғой, өздерін жасайтындарын. Бізде бір бригада болды, көріпкері болды, қарап жүрдік. Сон болмағанды, вообще болмаған адамдарды тіркеп өздерінің, анияққа кіргізіп бәрін системаны, соларға откачка ақшаны жасау керек болды деп айттық өткенде. Ешқандай ешкімде болған жоқ, ешқандай солардан информация дымда шыққан жоқ. Енді биыл көресіз, мынау деген показатель болады, мына жыл. Жаман болады. Қазіргі мұқият болыңдар. Негізі деген былтыр ондай не болған жоқ та, сосын тұманмен көп алып кетті ғой. Биыл түнде тұман жоқ. Тұман жеп қояды ғой қарды, алып кетеді. Биыл ондай болған жоқ. Желмен де алып кеткен жоқ. Мына Батыс Қазақстанда алыңыз, мына Ақтауды. Тұман болған жоқ, желде болған жоқ, жаңбыр жауып тұрғанда, өткенде қар түсіміндегі қандай болды? Керемет жақсы болды ғой, ауа райы мына. Қанша қар болды? Бір жұма тұрды ғой сол қар. Балдарда ойнап қалды, бәріне жақсы болды. Қазір міне қарағанда, мына 27-сіне дейін жаңбыр жауады. Қоймастан қазір міне жауып тұр. Ертең бастайды да 24 сағаттағы солай жауып тұрады. Жайлап, жауып, жерге сіңіп, керемет жақсы болып жатыр. Аязда жоқ, желде жоқ, бәрі жерге сіңіп жатыр. Қазір тротуардағы мына шөптер, тротуардың жаңы. Мана мен көргенде, өзім көрдім, шөп деген көгеріп жатыр. Ондай қашан болды? Ондай деген болған жоқ мұнда. Соншама күн жаңбыр жауған, ол болған жоқ мұнда.
Раст болуп атыр. Қазір мында болуп атыр. Ана жақ деген солай су көп болот. Атырау жақ дайын емес, бийыл өте кыйын болот. Солай, ал мұқият болайық, аман сау болайық. Бәрі ашпанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын. Бәрі жақсы болсын. Бәріңізге де зор денсаулық ал. Алдымыздағы наурыздағы тілектеріміз Алла Тағала қабыл етсін. Аман сау болайық.